Жалпы достар, қандай да бір істе нәтижеге жету үшін бізге мотивация керек, яғни энергия керек. Энергияны толтырудың 4 каналы бар жалпыда. Ол дене энергиясы, жан энергиясы, рух энергиясы, сонымен қатар мидың энергиясы. Төрт жақтан да біздің күшіміз толығып тұрған кезде ғана мотивациямыз мощный болады. Дене энергиясын толтыру үшін міндетті түрде зал керек, сосын дұрыс ұйқы, сапалы тамақ. Рух энергиясын толтыру үшін міндетті түрде алдында парыздарыңызды орындау керексіз, алғыс көп алу керексіз. Мақсатыңызды айқындау керексіз. Жан энергиясын толтыру үшін жақындарыңыздан, жақсы көретін адамдарыңыздан қолдап алу керексіз. Ал разум, яғни мидың энергиясын реттегіңіз келетін болса, оның 2 жолы бар, 3 жолы шығар, тәжірибе керек, ол үшін тәуекел. Көп кітап оқыңыз, тренингтерге қатысыңыз, және ақылды адамдармен көп араласыңыз. Сізге сәт қазақ әлі.